Осы жақында Семей қаласында Совет заманында коронованный вор закон болған Леха Семипалатинский деген кісінің жылдығасы болды. Сол жылдығасына қарсы сол кісінің қылмыс әлеміндегі жолдастары, өзінің достары үлкен мазардың жанына ескерткіш қойыпты. Ол Знаменка трассы бойындағы Семейдегі зират, мазар. Өткен жылы сол Знаменка трассының бойындағы зиратта Төкеш Ибрайұлы мешітінің наиб имамы Бақыт Желдібаев бүкіл жылқы бастарын жинап өртеген болатын. Бүгін Алла қалауымен Абай облысында кез зиратты аралап жатырмыз. Сіздерге айтатын жайт, құрметті ағайындар, мынандай зираттың басына жылқының басын қою деген бұл исламда жоқ нәрсе. Содан мен бір-екі рет арыз бердім. Ол жерде маған Семейдің мына дін істер басқармасы былай деп жауап берді. Шариғат заңы бойынша жылқы бастарды ескіліктің қалдығы деген жауап берді. Сосын мен екінші жазымда біз шариғат заңымен өмір сүрмейміз. Ол кісі біреудің жеке мүлкіне қолын сұғып отыр. Бұл жын шайтанды шақырады. Сіздің барып ата-бабаңыз қойған фото ескерткіштерді сындырып кетсе вандализмға жата ма деп едім. Жауап бере алмай номенклат қылып тастады. Бірақ Семейден бір полковник кісі менімен хабарласты. Сол мен бір-екі рет арыз берген кезде сонда айтты, жиналыс болды, ол кісімен сөйлестік, бұдан былай жасамайды деген әңгімелер айтты да. Бірақ енді менің таңғалғаным, вор закон деген адам дінде болмайды. Оны картиген кезінде дінде болған деген әңгімелер кетіп жатыр да. Егер вор закон дінде болатын болса, ол статустан бас тарту керек. Вор закондықтан бас тарту керек. Біріншіден, вор законда семья болмайды. Семья туған туыс болмау керек. Ол кісі балалар үйінде өскен. Екіншіден, мысалға исламда мына қазіргі жамағат мүшелері түрмеде отырған білетін шығар, мұсылманбыз деген азаматтар педофилдермен, қыз ұрлағандармен бірігіп тамақ ішіп, қолдарын алып амандасып, бір дастарханда тамақ ішіп отыра береді. Ораған нан жеп отыра береді. Қылмыс әлемінде вор закон тұрмақ, жалпы қылмыс әлемінде жүргендер ондай адамдардың да қолын алмайды. Ондай адамдармен бір төсекте отырмайды. Ондай адамдармен бір дастарханда шай ішпейді. Ал енді Леха Семипалатинский ағамыз сол совет заманында, кеңестік заманда қалған аздаған коронованный Қазақстандағы вор закондардың бірі Ресей түрмесінде қайтыс болды. Ол кісінің бүкіл өмірі сол Ресейдің түрмелерінде өтті. Бар жоғы 64-65 жасында Ресейдің түрмесінде қайтыс болды. Балалар үйінен шыққан адам болатын. Енді соған 2 метрде ескерткіш қойды. Қайтыс болған кезінде бүкіл бұрынғы кеңестер одағының вор закондары кеп, мәйіттің үстіне топырағы үйілді ғой, топырақтың үстіне жайып тастапты, мыңдаған қызыл раушан гүлдерін, оның үстіне гүлдестерелерін қойыпты, венок орысша айтқанда. Имам ана жерде жаназа намазын оқып тұр. Енді сол кезде наиб имам Бақыт Желдібаев раушан гүлдерді жинап өртеу керек еді ғой. Исламда гүл шашпайды. Сонда наиб имам Алладан ғана емес шариғатпен жүретін наиб имам вор закондардың атынан қорқып тұр ма, аруағынан қорқып тұр ма? Неге ана жердегі гүлдерді шашқан, өртеп жібермейді? Неге ол қарапайым адамдардың жылқы басын өртеп, ал гүлдестелері неге өртепеді? Енді міне жылдығасына қарай үлкен ескерткіш қойылды. Жалпы біздің түркілерде ата-бабаларымыз қасиетті, құрметті жауынгерлерге бәдіз қойған, балбалтас қойған. Ол біздің тәңіршілдік дәстүріміз, адамға ескерткіш қою. Ол кезде қазірғыдай енді әдемілеп қоя алмаған, өйткені технология мықты емес, әйтеу добалдап қойған бәдіздерді. Ал енді қазір технология мықты, сондықтан Леха Семипалатинский Айтқали ағаның басына үлкен кәдімгідей жақсы ескерткіш орнатыпты. Енді оның алдында Қабылбек деген имам жалпы біз бандиттерге жаназа шығармаймыз деп айтып жатты. Шариғатта бандиттен жаназасы оқылмайды. Мұсыға лақтыра салма оны денесін деген. Ана шакалы жеп қоя салсын деп айтқан да. Өткенде бандиттер ең жаман арам тамақ адамдар деп айтқан. Иттің баласы менен сәлем айт дедім. Иттің баласы ол дедім. Халық түсінбей отыр да. Бұлар біреу бандиттерге жаназа оқимыз дейді, барып жаназа оқиды. Гүл шоқтарын үйіп қойып қойған жерге жаназа оқиды. 2 метрден 3 метрге тақау ескерткіш қойып қойған адамға жаназа оқиды. Бұл Аллаға серік қосу ғой. Шариғат ұстайтындар түсінбей жүр ғой. Сонда Бақыт Желдібаев секілді наиб имамдар Алладан қорқа ма, әлде Леха Семипалатинский секілді вор законының атынан қорқа ма? Бұл кісілер совет заманында аз да болсын бір ар-ұждандық принциппен өмір сүрген адамдар. Заман солай болды, тағдыр солай болды. Балалар үйінде өсті, түрмеде болды, өзінің өмірі солай болған адам.
Бірақ сол кісінің атының дүмпуінен қорқып, наиб имам Бақыт Желдібаев оның басында тұрған ескерткіш тасты құлата ала ма? Әй, сенім емес. Енді шариғатпен жүретін намазхандар тосып отырған шығар, қай кезде Бақыт Желдібаев барып ана ескерткішті құлатады деп. Елдің жатқан қарапайым адамдардың жылқыбастарын барып жинап өртеді ғой. Енді ескерткіш қою деген ол мүлде Аллаға серік қосу деген. Ескерткіш деген мүлде болмайды исламда. Енді көресіздер халық, бұлардың өтіріктерін біз тәңіршілер әшкерлеп отырмыз. Зираттың жанында тұрған ескерткішті құлата ала ма екен, әлде закондардың мысы баса ма екен? Соны тосыңыздар енді. Менше закондардың мысы басады. Бұлар Алладан ғана қорқамыз дейді ғой. Алладан емес, бұлар адамнан қорқады. Адамнан қорқадым болғаннан кейін қарапайым адамдарды басынып, жылқы басын өртеді. Ал енді коронованный законның басында тұрған ескерткішті бұлар құлата алмайды. Аман болыңыздар.